Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай және жұмсақ болып пісетін, шоколадты қажет етпейтін шоколадты печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге қажет жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, ұн, какао және қамыр қопсытқыш. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Массамыз 2 есе ұлғаюы қажет және ағаруы керек. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды 2-ге бөліп араластырып аламыз. Какаоны және қамыр қопсытқышты қосып, біркелкі түйіршіксіз қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді ыдысымызға пергамент төсеп, қолымыздың көмегімен кіші размердегі печенье жасаймыз. Үлкен қылып жасамай-ақ қойыңыз, себебі піскен кезде олар үлкейіп кетеді. Осылай барлығын жайғастырып аламыз. Арасын алшақ-алшақ еткеніңіз жөн, себебі олар піскен кезде кішкене үлкейеді. Балаңызбен бірге де жасасаңыз болады, оған өте қызықты болады. Печеньеміз дайын. Енді пешімізге салып, 170 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Печеньелар пісті, олар өте сондай нәзік, жұмсақ болып піседі. Қатты пеште ұстамаймыз, себебі қап-қатты болып кетуі мүмкін печенье. Осылай арасы өте жұмсақ, үгілмелі болып тұрады. Енді ыдысымызға салып, ұсына берсек болады. Міне сондай әдемі, шоколад қоспай-ақ өте дәмді болып шығатын печенье. Балаларыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылып қойыңыз, тағы да рецепттер болады. Сау болыңыз.